жақсы. Ал енді балалар осы формуладағы әр шамаға жеке тоқталып кетсек, қандай екен? Біз бүгін не жасаймыз балалар? Зертханалық жұмыс жасаймыз. Жақсы. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың бізде міндетті түрде әр сабақтың несі болады? Мақсаты болады, дұрыс айтасыздар, иә? Енді бүгінгі сабағымызда неше мақсат бар екен? 2 мақсат. Бірінші оқу мақсатымыз қандай екен? Оқып жіберейікші біреуіміз. Не істеуіміз керек екен? Ал, Аружан. Оқу. Зерттеу екен бірінші мақсатымыз. Балалар жұмыстың орындалу реті түсінікті ма? Қай топқа көмек керек? Мені шақырамыз, иә? Ал енді кетіп бірінші топ етіп көп шықты. Сосын ары қарай не істедіңдер? Формуласы. Иә, нені есептедіңдер? Иә, ол форманы нені анықтадық біз балалар? Иә? Ұқтың ба? Дененің салмағын таптық. Қанша ньютон шықты сендерде? 2 ньютон шықты. Ал жақсы жарайды. Ары қарай не істедік? Дененің жіпке байланысты Динамометрге? Иә? Қанша шықты? 1 ньютон. 1 ньютон шықты. Бұл балалар Q1 деген дененің қай ортадағы салмағы? Ауадағы салмағы 1 ньютон шықты бірінші топта. Ары қарай. Иә? Ал оны суға басып, Судағы салмақ қанша ньютон шықты? 0,16 ньютон шықты. Сосын ары қарай не істеді? Күштер нешеге шықты? 1,14 өлшем бірлігі ньютон шықты. Енді сендерде ығыстырушы күш пен су салмағы екеуі тең болды ма жаңағы? Тең болмады, иә? Значит, сендер жұмысты қателікпен есептегенсіңдер. Ары қарай кесем толтырыңдар ма? Кесем толтырыңдар, жас толтырады. Келесі топ келе ғой. Сендердің мәселелерді қайтадан қарастырыңыз. Ол бізде 20 миллилитр шықты. Оны біз метр айналып тұрған кезде 20 көбейтілген 10-нан минус 6 дәрежесі шықты. Өлшем бірлігі? Содан соң бұны формулаға салып, формулада ро сұйықтық көбейтілген В дене көбейтілген G мәні 0,2 метр. Содан соң денені жіпке байлап динамометр ілінге
edip onu havadagi salmog'ini aniqladik. O bizde 1 newton chiqdi. So'ng dinamometrga suvning ichidagi salmog'ini aniqladik. O bizde 0,8 newton chiqdi. So'ng aqstiruvchi kuchlarni topish birden iki formulasi qo'llanib bizga 0,2 newton chiqdi. Aqstiruvchi kuch aqstirgan suv salmog'ini teng chiqdi. Тең шықты. Значит, бұл топтың жұмысы қалай шықты балар? Иә, дұрыс шықты деген сөз. Біз білеміз отырағы жақсы. Кешіріңдер, Архимед заңының тұжырымдамасын еске түсірейікші балар. Архимед заңының тұжырымдамасы қандай еді? Иә, біз мына суға нені батырдық? Денені батырдық, иә? Сол денеге судың астынан қандай күш әсер етеді? Керитер күш әсер етеді. Енді біздің зертханалық жұмыстың нәтижесі бойынша керитер күшпен мына дененің судағы салмағы қандай болу керек? Тең болу керек, иә? Тең болу керек. Өте жақсы, екінші топтың жұмысы нәтижесі шықты. Келесі, үшінші топ. Келемін. Айқан, иә? Biz Minnesota komitetiне денені көлемін алып, бізге 20 миллилитр, яғни 20 көбейтілген 10-6 метр болып шықты. Дәрежесі, иә? Дәрежесі. Біз судың салмағын табу үшін су тығыздығын, дененің көлемін және еркін түсуді көбейткенде 200 мың көбейтілген 10-6 дәрежесі ньютон шықты. жарайды. Дәрежемен есептейді. Дененің ауадағы салмағын табу үшін біздегі динамометрге жүктелдік. Ол бізде 1,2 шықты. 1,2 шықты. Өлшем бірлігі? Иә, салмақ өлшем бірлігі қандай болар? Ньютон. Өлшем бірлікті ұмытпаймыз. Динамометрдің белгіленген жүкті түбеніне суға батырып, P2 яғни дененің судағы салмағын тауып алып, ол бізде 0,8-ді құрады. Ал ығыстырушы күшті табу үшін тобырмен P2-ні азайту арқылы 0,04 ньютон шықты. Бізге ығыстырушы күшпен ығыстырылған су салмағы Тең болмады. Жарайды, ештеңе етпейді. Сәл қателікпен орындадық, есеп. Келіңдер, төртінші топ. Ерәлі, сен шығасыңдар? Келе ол. Әдір бар? Кімай бізде? Айта ғой. Бірінші тапсырмада біз Minnesota көмегімен жүктің көлемін анықтадық, 20 миллилитр шықты. Метр кубпен айтқанда қанша болады? 20 көбейту 10 Оның қандай дәрежесі? Өлшем бірлігі? Метр куб. дененің өлшенген көлемі мен су тығыздығы бойынша дене ұстайтын су салмағын біз Есептедіңдер ма? есептедік. Мыңға 15 бөліктік, мыңға 20 бөліктік, 20-ға 10 бөліктік. 200 мың ньютон шықты. Не қалып қалды мына топта балалар? 20 миллилитр деп алыпты. Не қалып қалды? Иә, дәреже қалып қалды. Жақсы, ары қарай. Дененің ауадағы салмағын тапты. Қанша болды? 1,0 ньютон. 1 ньютон шықты. Келесі, судағы салмағын есептедік па? Қанша болды? 0,8 ньютон. 0,8 ньютон дейді. Өте жақсы. Табу үшін біз P1-ден P2-ні алып, Азайтты. Қанша болды азайтты? 0,2 ньютон шықты. Енді салыстыра ғой. Ығыстырушы күшімен дененің салмағы тең болды ма? Судың салмағы жаңағы. Тең болды. Өте жақсы. Значит, жұмысты жақсы орындағансыңдар. Енді келесі топ. Аружан, сендер топтан кім шығады? Келе ғой, тез. Кім шығады? Тез топтан. Келе ғой. Бірінші тапсырмақта негізделген көлемінің холодильный тем 20 кубик 6 дәрежесі метр бойынша су
80 мың көбейтілген 20 мың ой 20 көбейтілген 10 минус 6 дәрежесі деп дұрыстап айтамыз, балалар? дененің ауадағы салмағы мөлшері дененің весінің 1 ньютон шықты. Дененің судағы салмағы мөлшері Қанша болып судағы? 0,8 ньютон шықты. Ол палдарының көйлекін азайтқанда 0,2 шықты. Ауыстырушы күшпен ауыстырылған су салмағы тең болды. Тең болды, жақсы. Бұл топтың да жұмысы нәтижелі шықты деп есептеймін, өте жақсы отырады. Келесі топ соңғы топ бізге берілген. Үшеуі топ соңғысынан қарайтын болады. Ал бесіктен жарайсың. Батыр, иә? Ешкімнен қорықпай, қолыңнан суға шықты. Biz birinchi tasmada muzika ko'magidan shukdim ko'lamini aniqladik. Bizda 20 ml chiqdi.